Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге өзімнің уходовый косметикам туралы айтатын боламын. Қандай косметиканы қолданамын және әсері болып жатыр ма? Менің бетім қандай? Міне осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Бірінші косметика бұл менде пенка. Селимакстың пенкасы өте жақсы, және менің бетім негізі чувствительный болып табылады, және құрғақ, пигментация бар, веснушки тоже бар. Әсіресе осындай жаздың ыстық мезгілінде өте қатты көрінеді қара дақтарым. Тіпті бала туғаннан кейін де өте қатты пайда болды қара дақтар. Сол себепті осы уходовый косметикаларды қолданып жүрмін. Селимакстың осы пенкасы бетіме жақсы көмектесті, ағартады, ешқандай қызару, бөрту болған жоқ. Келесі аксессуайдың тонері. Шашатын спрей бар. Өте жақсы тонер, тез кеуіп қалады және бетімді қышытқан жоқ. Келесі сывороткасы тоже аксессуайдан. Өте жақсы сыворотка. Бетімді ағартты біршама. Және құрамында ниацинамиді болғандықтан уақыт өте келе бетімдегі жаңағы тусклость кете бастады. Келесі Ануаның кремі для лица. Өте жақсы крем. Сондай мен ұнататын түсте. Маған жақсы көмектесіп жатыр. Өйткені мен бетімде пигментация болғандықтан тусклость тоже болды. Өйткені бетіме біраз уақыттан бері уход жасамаған болатынмын. 3-ші баламды босанғаннан кейін осы косметикаларымды алып қолданып жүрмін. Жақсы реакция беруде. Келесі қазір бізде жаз мезгілі болғандықтан SPF-сіз жүру мүмкін емес, тем более Қызылорданың ыстығында. Осындай Mediheal'дың SPF-ін қолданамын. Өте жақсы ағартады бетті, витамин С құрамында бар. Осылай менің уходовый косметикам аяқталды. Осы косметикаларды қолданып жүрмін азында және кешке. Қатты ерініп тұрған кезде, хотя бы түнде жататын уақытта жасайын деп осы косметикаларды қолданамын. Сіздер қандай уходовый косметика қолданасыздар? Сол туралы төменге комментарийға жаза кетіңіздер, ойларыңызды бөлісе кетіңіздер. Және мен бір мицеллярный вода алғым келіп жүр, косметиканы. Или гидрофильное масло ма білмеймін. Қазір биодерманың сондай мицелляркасын көріп жүрмін. Алғым келіп жүр, ойымда бар. Сол туралы, если сіз қолданып жүрген болсаңыз, өзіңіздің ойыңызды бөлісе кетсеңіз, қолданып көрдіңіз бе, әсері бар ма деген сияқты. Міндетті түрде оқитын боламын және маған пайдалы болады. Осылай менің видеом аяқталды. Келесі кездескенше пока-пока, чау-чау.